Сәлеметсіңдер ме? Бүгін біз жарықтың толқындық қасиетін практика жүзінде көретін боламыз. Ол үшін бізге дифракциялық тор керек, және екі светофильтрлер, қызыл және көк. Сонымен қатар бізге жарық көзі және бантиктен жасалған материал қажет болады. Енді осы экспериментті жасап көрейік. Ол үшін біз не істейміз? Біз жаңағы дифракциялық торды алып, жарық көзіне қарататын боламыз. Егер біз солай қарасақ, біз кемпір қосақ түріндегі цветтерді көретін боламыз. Көріп тұрғанымыздай, тордың ар жағында бізде жарық ақ күйінде қалмайды, онда түрлі түстер болады. Ол бізде күлгінен басталып, қызылға дейін болады. Күлгін ол бізде қысқа толқын, сол себепті оның ауытқу бұрышы кішкентай болады. Ал қызыл ол толқын ұзындығы ұзын, сол себепті ауытқуы күшті болады. Біз жаңағы светофильтрлерді қояйық, мысалы көк түсін қойсақ, көріп тұрғанымыздай, ол тек қана көгілдір түсті өткізеді. Светофильтрі дегеніміз ол белгілі бір жарық толқынын өткізеді, ал қалған түстерді өткізбейді. Ал енді біз қызыл түсті светофильтрді алайық. Егер біз оны қойсақ, біз көреміз, ол тек қана қызыл түсті толқындарды көрсетеді. Көріп тұрғанымыздай, дифракция дегеніміз ол кедергілерден айналып өтіп таралуын айтамыз. Енді біз тіпті осы жаңағы бантик сияқты материалдан қарасақ, мына жерде бізде арасында кішкентай тесіктер бар. Енді мен мына жерде фонарикті қойсам, және камера түсіретін кісі көмектессін. Енді біз көріп тұрғанымыздай, осы матадан бізде дифракциялық тор болады. Мата бізде дифракциялық тор қызметін атқарады, және жарық көзі жаңағы тесіктерден өткен кезде ол бізде түрлі бұрыштарға ауытқиды да, бізде түрлі түсті спектрлер пайда болады. Енді қорытындылай келе, біз бүгін екі құбылысты қарастырдық. Бұл құбылыстар бізге жарықтың толқындық қасиетін көрсетеді және жарық толқын ретінде болатынын дәлелдейді. Назарларыңызға рахмет.